Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Балақай, нөлдермен аяқталатын сандарға бөлу амалдарын қолданған кезде алдымен бөлінгіш пен бөлгіштегі нөлдерді теңдей қысқартып, содан кейін бөлуді орындау керек. Мысалы, 246.600-ді 600-ге бөлейік. Оны баған түрінде былай жазамыз. 246.000 санында 3 нөл бар, ал 600 санында 2 нөл бар. Сондықтан әр саннан 2 нөлді қысқартамыз. Енді қалған сандарды бір-біріне бөлеміз. 2460-ты 6-ға бөлейік. Бұл жерде бірінші толық емес бөлінгіш ретінде 24 санын аламыз. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 болады. Келесі 6 санын түсіреміз. 6-ны 6-ға бөлгенде 1 болады. Келесі 0-ді бөлеміз. 0-ді 6-ға бөлгенде 0 болады. Сонда бұл бөліндінің мәні 410-ға тең екен. Ал балақай, түсінікті болса тапсырмаларға көшейік. Балақай, мына тапсырмада бөлінділер берілген. Қанекей, осы бөлінділерді жазбаша есепте. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші бөлінді 127.800 пен 200-дің бөліндісі. Оны баған түрінде былай жазамыз. Енді әрбір санды 2 нөлге қысқартамыз. Енді шыққан 1278 санын 2-ге бөлеміз. Сонда бұл бөліндінің мәні 639-ға тең екен. Міне, сонда 127.800 пен 200-дің бөлінісі 639-ға тең деп жазамыз. Келесі 548.100-ді 90-ға бөлейік. Баған түрінде осылай жазамыз. Әрбір санды 1 нөлге қысқартамыз. Енді 54.810-ды 9-ға бөлеміз. Міне, баған түрінде осылай орындаймыз. Сонда бұл бөліндінің мәні 6090-ға тең екен. Келесі бөлінді 196.700-ге бөлу керек. Оны баған түрінде осылай жазамыз. Енді әрбір санды 2 нөлге қысқартамыз. Енді 1960-ты 7-ге бөлейік. Сонда бұл бөліндінің мәні 280-ге тең екен. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде теңдеулер берілген. Осы теңдеулерді шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші теңдеу x қосылған 60 тең 54.000 мен 3-тің көбейтіндісі. Бірінші теңдеуді ықшамдаймыз. Ол үшін көбейтіндіні орындаймыз. 54.000-ді 3-ке көбейткенде 162.000 болады. Енді x-ті табу үшін 162.000-нан 60-ты азайтамыз. Сонда x-тің мәні 161.940-қа тең екен. Енді x-тің орнына қойып тексереміз. Теңдеудің екі жақ бөлігі бір-біріне тең болды. Сондықтан 161.940 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Келесі теңдеу 360 қосылған x тең 125.200 пен 20-ның бөліндісі. Теңдеуді ықшамдаймыз. Бірінші бөлінді орындалады. Бөліндінің мәні 6260-ға тең. Енді x-ті табамыз. Ол үшін 6260-тан 360-ты азайтамыз. X-тің мәні 5900-ға тең екен. Енді x-тің орнына қойып тексереміз. Теңдеудің екі жақ бөлігі бір-біріне тең болды. Сонда 5900 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде есеп берілген. Қазба жұмыстарын жүргізетін тік төртбұрыш пішінді алаңның ені 250 метр. Ал ұзындығы одан 150 метрге артық. Алаңның 5/1 бөлігі зерттелген. Ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем? Қанекей, есепті шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің берілгені бойынша
ені 250 метрге тең, ал ұзындығы белгісіз, еніне қарағанда 150 метрге артық. Сонымен қатар алаңның 5/1 бөлігі зерттелген, ал қалған бөлігі зерттелмеген. Енді есептің шығару жолына тоқталайық. Бірінші ұзындығын табамыз, ол үшін 250-ге 150-ді қосамыз, сонда ұзындығы 400 метрге тең екен. Енді алаңның ауданын есептейік, ол үшін ұзындығын еніне көбейтеміз, сонда 100.000 метр квадратқа тең екен. Енді зерттелген бөліктің ауданын есептейміз, ол үшін 100.000-ды 5-ке бөліп, 1-ге көбейтеміз, сонда 20.000 метр квадрат жер зерттелген екен. Енді зерттелмеген аймақты анықтаймыз, ол үшін 100.000-нан 20.000-ды азайтамыз, сонда 80.000 метр квадрат жер зерттелмеген. Енді қаншаға кем екенін анықтау үшін 80.000-нан 20.000-ды азайтамыз, сонда 60.000 метр квадрат кем екен. Яғни есептің жауабы зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені 60.000 метр квадратқа кем. Жарайсың. Ал балақай, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша бөліп үйрендің. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.